Табылған сөздер. Ертеде бір қайырымды саудагер сарыан бір кісінің құдығын сатып алады. Мақсаты құдық суын кедейлерге садақа қылмақ екен. Ертеңіне суға келсе, құдықтың бұрынғы иесі жолын кескестейді. Арам оймен, мен саған құдық сатқанымен ішіндегі суын сатқан жоқпын. Егер су алғың келсе, онда оның ақшасын төле дейді. Оған саудагер сөзден тосылмай, маған құдықтың өзі ғана сатқан болсан, онда оның ішіне су қалдыруға қақың жоқ. Судың бәрін алып кет, немесе құдығымды жалға алып, ақшасын төле дейді. Сөзден жеңілген саран аузына құм құйылып, арам ойын іске асыра алмаған екен. Каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.